Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл сіздермен тағы да Фарида. Бүгін біз круг тоқуды үйренеміз. Ол үшін бізге қажетті крючок, жіп және қайшы. Ал енді бастаймыз. Ол үшін біз бірінші мына жіпті аламыз, мына жіпті айналдырамыз, мынаны былай қоямыз. Енді крючокты кіргізіп, мынаны былай іліп аламыз. Енді мына жерден іліп аламыз. Біреу болды. Енді осы кругтың ішінен 6, мынамен қосқанда 6 петля тоқимыз, воздушная петля. Без накида, без ничего. 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына қысқа жіпті тартамыз. Сонда бізде мынандай не шықты, узор шықты. Енді мына жермен біріктіреміз екеуісін. Қаттап тоқып қойыппын. Енді бір воздушный петля жоғары көтереміз. Мына жерде 6 петляның ішіне әр қайсысына 2-2 петлядан тоқып өтеміз. Без накида, без ничего. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, және соңғысы 1, 2. Енді соңғы петляға біріктіреміз. Бір воздушный петля жоғары көтереміз. Енді бізде мына жерде 12 петля болды. Енді біріншісіне 1 петля тоқып өтеміз. Екіншісіне 2 петля тоқимыз. 1, 2. Үшіншісіне 1 петля тоқимыз. Чередовать етіп осылай тоқып өтеміз. Төртіншісіне 2 петля тоқимыз. Бесіншісіне 1 тоқимыз. Алтыншысына 2 тоқимыз. Жетіншісіне 1 тоқимыз. 8-ге 2 тоқимыз. Түсінікті шығар. 9-ға 1 тоқимыз. 10-ға 2 тоқимыз. 11-ге 1 тоқимыз. Соңғы 12-шіне 2 тоқимыз. Және соңғы петляға біріктіреміз. Бұл жерде бізде енді 24 петля болды. Енді 1 петля жоғары көтереміз. Енді бірінші, екіншісіне 1 петлядан тоқимыз. 1, 2, үшінші петляға 2 петля тоқимыз. 4 пен 5-ке 1 петлядан тоқимыз. 6-шы петляға 2 петля тоқимыз. Шатаспай санап отырамыз. 7 мен 8-ге 1 петлядан тоқимыз. 9-ға 2 петля тоқимыз. Біздің кругымыз түп-түзу шығу үшін осылай санап отырасыздар. 10 мен 11-ге 1 петлядан тоқисыздар. Воздушный. 12-ге 2 петля тоқисыздар. 13 пен 14-ге 1 петлядан жібереміз. 15-шіге 2 петля жібереміз. 16-17-ге кешіріңіздер, бағана 24 емес 18 петля бізде. Соңғы 18-ші петляға 2 петлядан жібереміз. Ендігі айналым бізде 24 болды. Соңғы петлямен былай біріктіреміз. Әр кругтың соңында воздушный петля тоқып өтеміз бір-біріне. Енді келесі айналымда біз 3 петляны 1 петлядан жібереміз. Төртіншіге біз 2 воздушный петля тоқып отырамыз. Осылай чередовать етіп, соңына дейін тоқисыздар. Түсінікті деген ойдамын. Енді біз келесі айналымда 3 петляны 1 воздушный петлямен жібереміз. 1, 2, 3. Төртіншіге 2 петля тоқимыз. 1, 2, 3. Төртіншіге 2 петля тоқимыз.
Біреу, екеу, үшеу, төртіншіге 2 петля тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртіншіге 2 петля тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртіншіге 2 петля тоқимыз. Және соңына дейін айналдырып өтеміз. Соңғы рет қапты ғой бізде. Біреу, екеу, үшеу, төртіншіге 2 петля тоқимыз да соңғы немен біріктіреміз. Осылай келесі айналымда жүріп 5-шіге, 6-шыға өздеріңізге қажетті мөлшерге дейін тоқысаңыздар болады. Бұл узормен коврик тоқса да болады, беретка тоқса да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз. Менің каналым ұнап жатса, подписка бөліміне өтіп, лайк, комментарий қалдырыңыздар.